Сәлеметсіздер. Бүгінгі сабақта біз табиғатты қорғау және өсімдіктерге күтім жасау туралы білетін боламыз. Табиғатты аялау барлығымызге ортақ міндет. Бүгін біз ағаш тұқымын қалай отырғызу екені туралы білетін боламыз. Яғни ең бірінші біз топырақты саламыз, одан кейін оның өскен тұқымды, одан кейін сумен суғаратын боламыз. Бүгін біз сабақта бірге жұмыс істейміз және ағаш отырғызу арқылы табиғатқа көмек береміз. Біздің Таза Қазақстан экологиялық акциясын ұйымдастырудағы мақсатымыз жастарды табиғатты қорғауға үйрету, яғни далада өсіп тұрған өсімдіктерді, ағаштардың адамзатқа деген пайдасын білу. Бұл акцияның нәтижесінде жастар табиғатты қорғау үйренеді. Тіпті біздің еккен кішігірім өсімдігіміздің өзі табиғатты аялауға деген кішігірім қадам. Табиғатты